Рахмет, мәссаған, бір рет қалған емес. Осы күйде екіге бөліп тұра қалайық енді. Жеңгеміздің командасы шамалы кешігіп отқан сияқты. Жеңге, мына жақтағы командаға ие болып қалыңыз енді. Қосылды ма? Что-то бәрі қайттым отырып отқан сияқты ғой. Келіңіздер. Ағам командасының бір қайда кеткен? Міне біздер тұрмыз. Ағамыздың өзі қайда? Аға. Келіңіз, бәке. Что-то сіздер жақтың бәрі жас сияқты азақ шығыпсыздар ғой? Азақ шығыпсыздар ғой? Қызылорда. Қызылорда. Мына жаққа ма? Жақсы. Ендеше бүйтейік аға. Бір екі үш кісіні көрейік. Жақсы ма? Арасында жақсы билейді-ау деген біреуін шығарыңыз енді, жарыстырып көрейік. Келіңіз енді, сізді көрсетіп тұрған жеңге, сізді біреуін шығарыңыз енді. Ал кеттік ал, шыны. Жақсы ендеше жарыстырмай-ақ қояйық, общий антракт болсын аға да. Кеттік аға, общий антракт болсын. Шпер!
әжемізбен құттыгүл әжеміз. Осында ма? Келіңіз әже. Бүгінгі мынау бесікке салу, әдебі бесікке салу дәстүрі өзіңізге бұйырып отыр енді. Жақсылап жайғасып отырып алсаңыз болады. Келіңіздер, екінші әжеміз қайда екен? Келіңіздер, әжелер. Әжелер, келіңіздер, мынау текеметтің үстіне қазақи дәстүрмен ақ көрпенің үстіне отырыңыздар. Келіңіздер, әжелер. Жақын отырыңыздар. Әжелер, келсеңіздер, ортаға келіңіздер. 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 Көп жасағаннан емес, көп көргеннен сұра дейді. Көргендеріңіз көп қой, мұндағы қазақы келіндерге үйретіп отырыңыздар. Құрметті Нұрсұлтауым, мына бүгінгі дүниеге келіп атқан баланың мына бесігі салынайын деп тұр. Мына ортаға шақырамызда. Мен боғжуан, мен осы балаға қарайын, мен осы баланы өсіріп жеткізем деген ата-аналары мына жерде бірінші ұстымасын алсын дейді. Алсаңыздар, ешкімнің боғжуғысы келмейтін сияқты ғой. Маржан, ана қолыңды қой. Қолыңды қой. Маржан, ана қой. Енді мына баланың ырымдықты қайда? Қайда? Бойжеткен қайда? Әжелер, мына бесіктің құрылысын барлығын айтып өтіңіздер, неден тұрады осындағы жас келіндерге сабақ болсын. Міне құрметті қонақтар, міне бүгін біз Бақытжан Есімбаевтың бірінші бөлмесін бесікке салу әдісімен қазақ тілінде жаңағы әдет ғұрпы ғой, сол әдет ғұрыппен біз бесікке салып жатырмыз. Бірінші тұштымасы болады. Оны жаңа істеп жіберіп қойды. Барлығымыз ауыз естіңіздер ме? Сол тұштымадан кейін баланы жақсылап бесікке бөлейді. Есіктің ішінде жастығы болады, оның астында қабығы болады. Одан кейін мынау бидай қап деген болады. Балаға жұмсақ болу үшін бидайдан жасап алдыңғы ата-бабаларымыз сонда еткен. Белінен байлайтын, аяғын байлайтын белдіктері болады. Аяғы түп-түзу болсын деп сол белдікпен байлайды. Көкірегі жақсы, ашық болсын деп кеудесін байлайды. Одан кейін үстінде мына жапқыштары болады. Баланы қыста қалыңырақ жапқышпен, жаз айында шұға осындай маталармен жабады. Сосын үстіне жеті нәрсе жабады. Ұйқысы қалың болсын деп қап жабады. Сосын үлкен аталарымыздың бас киімін, шапандарын жабады. Егер қыз бала болса айна тарақ қояды. Ұл бала болса пышақ, сондай нәрселерді қоямыз. Енді бүгін міне айна тарақтарың болса әкеліңдер, қазір мұраның бас жағына қоямыз. Ал енді бесікке салып қазір көрсетеміз. Қазір енді мына баланы шешіндіріп жатпаймыз. Ырымын істейміз да енді. Мына жер салқын. Жақсылап мына жұқа көрпешін. Содан кейін мына бесікті жаңа қалып кетіпті аластауымыз керек бірінші. Бесікті
отпенен жаңағы ұлттықпен жағып аластап жаман нәрселерден тіл соқтан жаман көздерден сақтасын деп сондай жаңағы аластап өтеміз. Міне баламыздың бауы берік болсын, бесіктен барлық бала бесіктен тәрбиеленіп өседі. Бесіктен өскен бала жақсы тоңбайды мына жерде, қол аяғы жылы жатады, ұйқысы тыныш болады. Ayna tarafından beni bir cevapın 6-7 şapanlarına gelip yoksa kalın. Şapanlarını resmen gelip geri gelmiyor mu atalar? Ataların izinde bizim de yapalım. Ne biri birisine de çıkıyor. Burada Buralara gelin, buralara gelin, bu işi uzatılır, bıldızınız mı yaklaşır mı? Böyle bir atarmış şapanı. Apan aşırı vuramayınca apatya kulak asılar. Ağustan git, ergilaydı falan yok yaparlar. Ergilay nasıl? Atanasına vereyim, şimdi saklayın. Satmayın, atanasına verin. Satmayın. Sağlam olsun barlığa. Allah'ın bağı berік olsun. Deni sağ, жақсы қыз болсын. Енді батасын беріңіздер, батасын. Құдай бергенін бергесі берсін. Жақсылық аманшылық болсын. Осы қызымыз өсіп, өніп, камері сапасындай құжақтың бір үлкен бір қызы болсын. Құдай аруақ жар болсын. Жалпы аман болып осы қыздың үйленген тойында бірге бола берейік. Аумин. Bir Allah Құдай сақтасын. Көп берсін, жеткерсін, дастарханға береке берсін, отбасына береке берсін, Құдай денсаулық берсін, ұзақ өмір берсін, бақ дәулет береке, бірлік берсін, денге саулық берсін, дертке шипа берсін, үлкен азамат қыз болсын. Ырысымыз айырмасын, пейіліміз тарынбасын, Құдайымыз отбасына күн сайын жарылқасын. Жебер бір Алла панамыз болсын. Бүгін жанеркемізді бесікке салу рәсімі өтіп жатыр. Бесікке салынды, құтты болсын, дені сау болсын, үлкен азаматша болсын. Мына енді жаңағы бесіктің кәделерінің бірін орындайық деп жатырмыз. Мына жерде әжесі, нағашы әжесі бесікті әкелген. Ғалия Құдағай. Келіңіз, нағашы әжесі. Өзімнің ағынан айтпегенімді берейін қыз болды. Ey, bergen almak bana. Ana, ismay. Hasta şeyler.
Келіңіз, құда. Құдағайдың қолы неден Талжакүйден босамасын деп, қолы әрқашан жалтырап жүрсін деп, алтын білезігіңіз бар. Жұртқа ашып көрсетіңіз, жұртқа ашып көрсетіңіз. Жақсы нәрсе жария болсын. Алтындай жарқыраған құдағайға алтын білезік. Енді құдағайдың келіне жадыра құдағайға. Жақсы өтіші болса да құдағай болды ғой. Жадыра құдағайға. Kişkenday kuraşalarına amin amin Asya. Sayık ya. Kutlu olsun. Olsun altın cüzüğümüz var. Kutlu olsun құдағай. Rahmetler, rahmetler. Kutlun öylesine. Құттың әжесі. Әжесі. Келіңіз әжесі. Құдағай. Ya altın cüzük var. Құдағайға алтын жүзік. Құттың құдағайға алтын жүзік. Zoya құдағай. Құдағай, алтын жүзікті бермей тұрып билеп келмейсіз ба? Zoya құдағай. Şuna baş. Біздің Жанеркеден көптен күткен немереміз, соны сыйлаған Бақытжан мен Сымбатқа ұзақ өмір денсаулық тілеймін. Сол Бақытжан мен Сымбаттың отбасына подружкам Сымбат жақсы көретін еді, беріп жіберді. Арнау күніне апарып берді. Құтты болсын. Бақытжанымызға көйлек. Жанеркеге ағалардың атынан, бауырлардың атынан Бақытжан. Бақытжан енді Сымбатқа алтындай немере сыйлаған соң, біз Сымбатқа арнаулы өзіміздің алтын жүзігімізді алып бердік. Құтты болсын. Бақытжанның бауырлардың атынан, отбасымыздың атынан құтты болсын. Артынан немере ере берсін бізге. Сосын қазақта да кіндік шешедей бар ғой, орысша крестный мать дейді. Сымбаттың подружкасы. Соған Гүлжахан. комплектіміз бар. Құтты болсын.
осындай сый сияпатымыз бар. Риза болыңыздар. Атаның қарындасы Құдағайға киін жаңа көйлек жауып Құдағайға табыс етейін. Мен ата емес сол қайнапаның. Әжелдер. Жоқ. Сол әкейін Құдағайға беріп табыс етейін деп жатырмын. Әжеміздің алып берген керемет көйлегі Құдағайға. Тоғыз дейді ғой қазақта. Сол мынау. Иә. Тойдан тобықтай деп сосын барып кісілерге қонақтарға орамал таратылады. Иә. Келіндер тез. Күміс жүзіктер, Сымбаттың дайындаған күміс жүзіктер таратылады болсын. Ең басына кетпіз ғой, кешіріңіздер. Жаңа Батаберген атасына. Келіңіз, төрдегі атасы. Батаберген атасы. Келіңіз. Ортаға келесіз ба? Атамыз жап-жас қой, билеп білетін сияқты қазір. Ой, иә. Құтты болсын ата шапағыңыз. Абылай хандай хан болыңыз. Бәрекелді, ал қонақтар келіңіздер. Ақ дастархан басына жайғасыңыздар. Енді жеңгеміздің үлестіретін сыйлықтары бар екен. Тұрған кезде берген ыңғайсыз дейді, отырған кезде берейін дейді. Жайғасыңыздар, барлықтарыңыз жайғасыңыздар екен. Біздерімізді дайындаған кішкене сый-сапатымыз бар. Осы күнге жеткізген ата-анамызға, аналарымызға ана болып жатырмыз. Енді қандай ана болу деген қандай құрмет, Алла тағала берген сый екенін сезініп, аналарымызға Бақытжан екеуміз алғысымызды айтқымыз келіп тұр. Кішкене дайындаған сыйлығымыз бар. Екі мамамызға. Мама, келіңіз. Келіңіздер, әжелер. Алтын жүзікпен күшті модный стёган куртка деймін. Құтты болсын алтын жүзігіңіз. Тағы сол ұмытылмайтын сәтте дейма жанынан табылған, қасымда болған, 30 сағат күткен менің жеңгем, Жұлдыз жеңшеме де үлкен алғысым шексіз. Сол кісіге дарыған сыйлығымыз бар. Келіңіз, Жұлдыз жеңге.
үлкен рахмет айтып, баршаңызға Жанеркенің тойына естеліктер күміс сақиналар таратылады. Сый-сапатымызды шын жүректен қабыл алыңыздар. Ал, құтты болсын. Рахмет, бәрекелді. Мынау енді екінші дастарханымызда бастамас бұрын кішкене сіздердің көңіл күйлеріңізді тексеріп алсақ қалай болады? Ал, үлкендер жақ көңіл күй қалай жалпы? Рахмет, вообще жоқ қой мына жақта. Естімегеннен шығар тағы сұрайшы. Көңіл күй қалай? Нормально екен ғой. Ал, жастар жағы көңіл күй қалай? Пойдет, нормально. Ортадағы стол көңіл күй қалай? Бәсе, осы жақ сияқты ешкімде жоқ өзі. Ал ендеше ағайындар, мынау былай дейді ғой. Қазақтың өмірінде күнде той дейді. Той болсаң міндетті түрде тілек айтылады. Осы тілектердің ішіндегі ең кереметі мынау Абылай ханның тұсында Бұқар жыраудың қазақ еліне тілеген тілек екен. Ендеше сіздерге соның тілектерін теріп берейін. Былай деген екен жалпы. Бірінші тілек тілеңіз, бір Аллаға жазбасқа. Екінші тілек тілеңіз, ер шұғыларам басықтың сөзіне ер базбасқа. Үшінші тілек тілеңіз, үшкіл көйлек кимеске. Төртінші тілек тілеңіз, төрде төсек тартып жатпасқа. Бесінші тілек тілеңіз, бес уақытында бес намаз біреу ғаза болмасқа. Алтыншы тілек тілеңіз, алталашты ағордаң, әлпештеген аруың күндігіне біреуден тегіннен тегін олжа болмасқа. Жетінші тілек тілеңіз, жер қайысқан қол келіп, желкілдеген ту келіп, алдында сасып тұрмасқа. Сегізінші тілек тілеңіз, 80-дегі қарт бабаң топқа таяу бармасқа. Тоғызыншы тілек тілеңіз, 9 ай сені көтерген, тар құрсағын кеңіткен, тас емшегін жібіткен, анаң аңырап қалмасқа. 10-шы тілек тілеңіз, омырауы жұпар аңқыған, әлпештеген жан жарың жылайды жалғыз қалмасқа деген екен. Ендеше ағайындар, осы 10 тілекті сіздерге тілейін, 11-шісін тағы тілейін, әрқашан бақытты болыңыздар. Бәрекелді, әрине қазақтың тойы екенін тек қана қазақылық қана білдіре алады. Ендеше алдарыңызда Амалбектей ұлдарыңыз нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп домбыраның күмбірімен сіздерге күй тартсам дейді. Бір қошеметтеп қойыңыздар шығар Амалбектей ұлдарыңызға. Ал Амалбек, қандай күй тартасың? Бір қиса тілемейтін күйі әлі қиса. Әл-Ғиса, сіздер аямай қошеметтеп отырыңыздар, біз осы жерде бір Әл-Ғиса күйін орындайық.
Қабылбек бауырым, мынау кезінде осындай күмбірлеген домбыраның үнін естіген кезде осы домбыраның тиегі деп ақша қыстырушы еді. Бәсе, домбыраға қыстырыңыз, домбыраға ішегіне қыстырып қойыңыз. Бәрекелді, тағы да бір аямай қошеметтеп қойыңыздар Шқанеке. Рахмет, өнерің өркендей берсін. Ағайындар, мынау енді екінші дастарханымызды бастай салып сіздерге жауды жағадан алғандай болмайық. Мына сіздердің құрметтеріңізге әсем ән болсын, сіздер алдарыңыздағы астан алып отырыңыздар, біз әуелетіп әнімізді салып отырайық. Бірінші столымыздың басы ана болған, екінші столымыздың басы да ана болсын. Сіздердің құрметтеріңізге дәрмен ұлдарыңыз және мен, анасы бар адамдар, ешқашан қартаймайды демен. Әріс. Жүрсем сағынарым, жабылсам сағынарым, анашым бір өзіңсің табарым. Анашым жалғып күлсең, алдымда ұзақ жүрсең, жүрегім жыр толғайды. Көңілім орнаймайды, анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Жүрегім жыр толғайды, көңілім орнаймайды, анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Аналарымызды биге шақырайық ортаға. Ұшырған соң қарыңмын, қияға шығарыңмын, бәйгеге өзің осқан тұлпарыңмын. Анашым жалғып күлсең, алдымда ұзақ жүрсең, жүрегім жыр толғайды. Көңілім ортаймайды, анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды, анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Аналарыңыз аман болсын, мәңгілік. Өзіңдеймін, жанға сөзіңдеймін, анашым сен ойласаң көзілмеймін. Анашым жалғып күлсең, алдымда ұзақ жүрсең, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды, анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды, анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Рахмет. Рахмет. Осында бір әке анадан туылмасақ та, бір шаңырақтың астында өскен бауырлар, ағалар, жеңгелер, әпкелер, жезделер,
келіндер, күйеу балалар, сіңілдер, қарындастарды ортаға шақырғанда жөн көріп отырмыз. Жастардың ішіне құдашаларды қосқанымыз жөн көріп отырмыз. Солай ғой да. Ендеше бірінші құдашалардың атын атап өтейін. Әлия Айнұр, Ұлысынай Дәмегүл, Гүлзина Алма дейді. Мына жақта тағы бар еді жаңа. Гүлзина Алма, Ділдәбек Гүлмира, Батырбек Жұлдыз, Алик Людмила, Бернара, Мұсабек Жадыра, Еркебұлан Балабек Ләйла, Еркебұлан Жұбаймен деп жазыпты. Ендеше бауырлар ортаға келіңіздер, шығады көйтпейді, барлықтарыңыз. Келіңіздер, тойдың төріне қарай қысыңыздар енді. Мына енді рұқсат болса, үлкендеріміз сөйлесек, жастарымыз қосылса да. Үлкендеріміз қойды бе? Қайырлы кеш, қойшы қауым. Гүлмира, Бақытжан, Сымбат, бүгінгі бесік тойлар құтты болсын. Гүлмира маған құдаша болады. Гүлмираның ең үлкен апасы Гүлмира менің абысыным. Осы Гүлмираның негізі кішкентай сол үйге келін болып түскенде Гүлжамалдың қолына. Осы Гүлмираны танимын. Екеуміз құрдаспыз. Апасымыз деп үйге келіп тұратын. Келіп тұрып екеуміз шай ішетінбіз, тамақ ішетінбіз бірге. Енді Гүлмира пысықтау болды ма, не пысықтау болды ма білмеймін. Гүлмира институт екінші курсында ғой екен пединститутта. Енді ерте күйеуге тұрмысқа шығып кеттім. Ерте үйленіп кеттім. Сонымен Гүлмираны жиі көріп тұрдым, көз алдымызда өстік. Енді мынау енді қуанышына, ойламаған жерден қуанышына келіп тілек айтып тұрмын. Бәрі жақсылық болсын, тек қана балдарының қызығын көр. Қазақта айтады ғой, келінің өзіңе ұқсасын деп. Гүлмира сондай бір өзі жастайынан жайлы. Енді ойлаймын, Сымбатта соған ұқсайды сияқты сағанда. Сол енесіне ұқсасын деп айтамын да Сымбатқа. Ал тек қана жақсылыққа келейік, әрқашан бақытты болыңдар. Балдарының қызығын көре бер. Осы қуанышқа тойға келейік, сенің отауларына. Амандық болсын, жайшылық болсын. Мынау құдаларға төрден алған орындарыңыз құтты болсын. Жиенді болатсыздар, бәрі ұзағынан болсын. Тек қана ара қатынастарыңыз жақсы болып, алтын көпір салынып ортаға жүре беріңіздер әйтеуір, әрлі-берлі. Тек қана жақсылықтар жолға берейік. Бүгінгі той барлық қауымға, тойшылығына, туған туысқандар, құда жекжаттары барлықтарымызға құтты болсын. Мына тойдың иесі, мына Гүлмира бүгін кішке жаңағы қыз туып, меніңше солай деймін. Әжесі де, мамасы да Гүлмира. Бақытжан мен Сымбатқали, Құдай әрмен қарап, шұбырта берсін. Гүлмира, құтты болсын мына қызды болғаның. Бүгін мына бесікке салу тойында бірге болып жатырмыз. Алла тек қызықшылықтардың барлығын отбасыларына, мына жастарымыздың, Бақытжан мен Сымбатымыздың айтқан тілектің бәрі қабыл болсын отбасыларына, жандарым. Мына
Гүлмира енді ол бұрыннан келе жатқан құдашамыз. Екеуміз бірге кішкентайда мына жеңгелі болғалы неше жыл болды. Қитайдан бірге өстік, институтқа бірге түстік, бірге бітірдік, бірге жүрдік. Сондықтан мен тек өзімнің отбасымда қызықшылықтың барлығын осы Гүлмираның отбасына да тілеймін. Құдайға шүкір, бір ұлым, 2 қызым үйленді, қазір үлкенім 8, немерем 8-ші класс оқиды. Алла мына Бақытжан мен Сымбатқа да соны тілеймін. Мына жоғарынан көрініңдер жандарым. Әр уақытта есіктерің ашық болсын, берекелі болыңдар. Мына халықтың ұлдары болыңдар. Тек мына отбасыларыңа тойға қызықшылыққа көреді. Мына сол қызықшылықты мамаң папаң тек сендердің қызықшылықтарыңа тоймай, қуанышта жүре берсін. Біз осылай қыдырып Астанада тоздыра берейік. Гүлмираның әр уақытта осылай шалқып жүргені осы балдарының арқасы. Мына келген құдалар құтты болсын, бала ортақ қой. Мына жаңағы сымбатымызды бізге беріп атқандарыңыз мынау Бақытжанымызға. Алла мына екеуінің Алланың қосқаны ғой, өмір бақи шаңырақтары биік болсын құдалар. Сізбен мына Гүлмира бірге бірігіп, барлық қызықшылықты бірге көріңіздер. Барлықтарымызды осы тойда болуға жазсын. Тойымыз тойға ұласын. Келесі той тақ Гүлмираның мына 2-ші кішкентай Сымбаттың ұлды болуына келейік. Барлығымыз. Гүлмира, ағам екеуінің Жанерге деген немерелерім келіп жатыр. Бүгін Ақтүйенің қағылған күн. Бақытжан бауырым, айналайын Сымбатжан. Жанеркем дүниеге келген құтты болсын, өмір жасы ұзақ болсын, денсаулығы мықты болсын, халқының жақсы азаматшасы болсын. Жетіқазына мейрамханасында дүбірлеп той жасавасыңдар, тойларың тойға аласың. Құдалар төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Бүгінгі тәтті Жанерке немерелеріңіз де құтты болсын. Барлықтарыңыз отбасыларыңызға бақыт, қуаныш тілеймін. Біз сонау Қызылордадан келіп жатырмыз. Бақытжан мен Сымбаттың қуанышына ортақтасайын деп. Гүлмира, Жанеркең дәуіріңізге өскенде сенің тек қолғанатың болсын. Осындай тойларыңыз тойғаласа, отбасыларыңызға бақыт, қуаныш тілейміз. Той тойғаласа берсін. Саламатсыздар ма, құрметті қауым. Сымбатжан, Бақытжан, құттықтаймын сендерді шын жүректен. Үлкен қыздарың еліміздің үлкен азаматшасы болып өсін, белгілі болып, биіктердің көріне берсін. Сендерге бақыт тілеймін, ұзақ өмір деген сияқты. Болат аға, Ғалия жеңішке сіздерді поздравляем. Құда білесіз біле. Бақытты болыңыздар. Ассалаумағалейкум, жиналған қауым. Бүгін Исақаевтар отбасында үлкен той. Бақытжан мен Сымбаттың қыздардың дүниеге келген күні. Құдағай, Гүлмира құдағай, көке, жеңше, немерелеріңіз құтты болсын, бауы берік болсын. Осы қыз үлкен қыз болып өсіп, ару, қазақтың аруы болсын. Ізінен інілері, сіңілдері ере берсін. Той тойға оласын, Наурыз барлықтарыңызға құтты болсын. Сымбат, Бақытжан, перзенттердің дүниеге келген күні құтты болсын, бауы берік болсын. Құдағи сізге де, көке, жеңге, сіздерге де көптен күткен немерелеріңіз бауы берік болсын, үлкен азаматша болсын. Осы еліміздің елеулі, халқына қалаулы, үлкен азаматша болып, биіктен сол қызды қуаныштарына бәріміз ортақ болып қуанып жүре берейік. Сендерге енді шын жүректен біз қуаныштымыз. Бақытты болсын, Наурыз құтты болсын, тойларыңыз тойға ұласа берсін. Бақытжан, Сымбат, қыздарың құтты болсын, әрдайым дені сау болсын, өмір ұзақ болсын, бақытты болсын. Алла тағала екі дүниенің бақытын берсін. Болдық па? Қалғанымыз қосыламыз ба?
Мынау ағама риза болып тұрмын. Келіңізші аға. Қараңыздаршы, мына дене десе денесі бар, бой десе бойы бар. Қараңыздаршы, ағамның білегінде күш сыйма. 2 жас риза болсын қысқа сыйға. Орысша, қазақша тілек айтқан аға сізге большой спасибо. Қазақтың қалпағын тастамай киіп жүріңіз. Бәрекелді. Мынау енді сыйларын табыстап ортаға жақсы фотоға түсіп келіңіздер ортаға. Сол қызымызды осында ортаға алып бір жақсылап билеп, қошеметтеп қояйық. Ал келе қой баласа. Ал ортаға назар салайықшы. Мен сіздерге бір 2-3 сұрақ қояйын, иә жоқ деп жауап берейікші. Рас па? Сөйтейік, мынау келген қонақ дейді, той иесінің тостағанына емес қас-қабағына қарап керек дейді. Рас па? Бұл кісінің асына емес ықыласына тояды дейді. Рас па? Рас қойда. Бүгінгі ағамыз, қалай айтсам болады, красавчик қойда. Анжап күліп отыр, сізге прикол ұстап отыр. Жеңгеміз красавица ма? Иә қойда. Бір адам алға басыңызшы, бір қадам алға басыңызшы. Жеңгеміз красавица дейтіндер оң қолын көтерсінші. Оң қолын көтерсін, көре алмайтындар көтермейді. Оң жағымыздағы адамның иығына қояйықшы былай. Басымызды ақырын оңға бұрайықшы. Басымызды ақырын оңға бұрайық. Қасымыздағы адамда мәз болып қалсын. Комплимент айтайық. Сен әлемдегі ең әдемі адамсың деп кеттік. Сен әлемдегі ең әдемі адамсың. Жастар жақ күліп отыр, шірек көріп тұрсыздар ма? Аға, сізде бір қадам алға басыңызшы. Ағам красавчик дейтіндер сол қолын көтерсінші ғана. Сол қолын көтерсін. Көре алмайтындар көтермей-ақ қойсын. Енді сол жағымыздағы адамның иығына қояйықшы. Қояйық. Басымыз солға бұрайық. Сен әлемдегі ең әдемі адамсың. Бір қуанып қалдыға, өзімізде қуандық, қасымыздағында қуандық қойдық қой. Ендеше бүйтейік. Самый шустрый дейтін осында 6 әйел затын шығарып беріңізші. Орысша, қазақша жақсы білетін. Атын айтсаңыз өзі келетін шығар. Бола береді, бойдақтар болсын, үйленгендер болсын, үлкен кісілер болсын, бола береді. Орысша, қазақша жақсы білетін.
өзім тойымда Шустрова екі жеңге орын алған, сол екі жеңгеден бастайын, екі Эльвира жеңгем. Келіңіздер. Екеуің де Эльмира ма? Құдай, менің мамам да Эльмира ғой. Келіңіздер. 18 бірінші адамды кім алады соңында? Жүрісін ақ бересін атын сияқтымыз ғой. Енді қалған төртеуі. Қызылордадан Ақтөбеден келген Алма жеңгеміз бар. Алма жеңге, алмадай қыз алма. Алмасы бар, телефоның бар ма? Келіңіз. Айфонды ғой енді, айфон. Жақсы нормальный. Главное, общение бар ғой. Келесі. Жастардан Гүлзина шықсын. Келсін, Гүлзина шықсын, конечно. Келіңіз. Келіңіз, келіңіз. Зарина. 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 Қай сөз таппай жатыр қой? Тура алдымызда тұрған ғой. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Жоқ, сөйлетпейік, қорықпаңыздар. Алдау болды, бесеу болды ма? Бесеу болды ғой. Өзіңіз сарып тұр екен ғой. Бақчанның коллективі Марал жеңгеміз келсін. Марал жеңгеміз, келіңіз. Қайда өзі? Келіңіз, Марал жеңге. Енді бейтіңіз, осыларға тең болады-ау дейтін бір 6 жігіттің атын айтыңыз енді. Матекең. Қайнағаларыңыз ба? Енді прям, не надо қайнағалар, шақыра берсең ішіне ой болады ғой. Айбек. Нұрбек, Айбек, Асқар, Димаш, Шамболат. Алдау болды ма? Арман. Біреу, екеу, үшеу. Жиенбек Арман дейді ғой. Ау. Білмеймін, көп болса қайтарып жүреміз біреусін. Біреу, екеу, үшеу. Мынау Шустрова ойын қыздарын арасы тұрып опты. Біреу, екеу, үшеу, тіпті бесеу, алтау. Жігіттер, сіздерге тапсырма 15 секунд жететін шығар деп ойлаймын. Бір стульчик алып келіңіздер. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Алдық ба? Енді жігіттер сіздерге тағы бір жеңілдік берейін. Осында тұрған бір қыздан таңдап алыңыздар. Сіздерге еріктеріңізге. Бірінші жігіт таңдағанын алады, соңғы жігіт бұйырғанын алады дейді ғой. Жігіттер жайғасыңыздар. Жайғасыңыздар, жақсылар. Жігіттер жайғасы болсын. Отыра қойсын. Қайныңыз ба? Тем более күшті. Ауыз кеткен жоқ па? Солай қойды. Ал енді баяғыда бір ойын болатын. Угадай мелодию деген. Сол ойынды кішкене жаңартып енгізсек па деп отырмыз. Угадай саундтрек дейді. Қай қыз келіншектің осында кино көп көретінін осында тексеріп аламыз. Жақсы қойды. Сонау ескі қыз жібектен бастап бергі орысша, қазақша өзі мультфильмдерге дейін бар. Главное, қандай саундтрек соны айтсаңыздар болды. Алдарыңыздағы жігіттер кім деп отқан шығарсыздар. Алдарыңыздағы жігіттің басынан бір қоясыз. Ол бип деп дауыс шығарады. Сосын мен сізге микрофонды берем. Қайныңыз ғой, нормальный ғой. Ала алмай жүрген өшіңізді алып аласыз. Жақсы ғой, келістік қой. Ал, әр кнопканың жеке-жеке дауысы болу керек. Бір-бірінікін қайталамайтын. Мына кнопканың дауысын басыңыз. Бақ, бақ, бип, бип, дип, дип. Бақ, баса берсеңізші мейдім. Басың ба екен ғой, жүмкемейсің ба? Басыңыз. Бақ. Ал, бум. Басқан жоқ қой, құлексай. Ауысып кетті ғой. Бип. Мына тағы бассаң, тағы ауысып кететін сияқты ғой. Біреуін жаттасай, біреуін. Бип-бип. Бәсі, не болып кетті. Ал, кетті. Бақ. Бақ қайталап кетті ғой. Мақ. Бақ айтып, бақ, шақ бір нәрсе болды. Ал енді,
негізгі салмақ қыздар қауымына түседі. Әр орынға байланысты сыйлықтарымыз бар. Музыканы тыңдаймыз, қай фильмнен үзінді, алдымыздағы кнопканы басамыз, кнопканың дауысы шығар, қай кнопканың дауысы бірінші шығар, сол қызға беремін микрофонды. Жақсы ғой. Ендеше дайынсыздар ғой? Дайын болса, кеттік, жібер. Қап шығып отыр мынау. Дұрыс емес. Бригада мақұл. Сізде 5 ұпай. 5 ұпай. Келесі, кеттік, келесі. Бірінші шықты. Дұрыс, сізде 5 балл. Ал. Жақсы, басқызы да шығып отыр. Кет. Дұрыс, дейміз ғой, сізде 5 балл. Ал, келесі кеттік. Бақ! Санкалар бұра. Бірекет кнопка сөйлеп отыр. Сонда жазылады сізге 10 балл, мақұл. Бұл мақұл енді қыз боласасын бүгін. Ал, кеттік, келесі. Шығар. Бақ дейді, ойбай. Өзің айтшы ма? Дұрыс, терминатор. 10 балл тоже. Мұнда бал алмаған қыздар бар ма? 3 қыз бар. Ендеше 3 қызға мүмкіндік берейік, ә? Кім алмайды сол жария кетеді. Ал, кеттік, жібер. Баба, дұрыс, баба, 5 ұпай. Ал, құрметті 2 қыз. 2 қыз. Шүстірей болайық. Ал, жібер, кеттік, ал. Жоу? Бейк, бірінші. Білмесең жыңғырма, кеттік. Сіздер, ачко бар ма сіздерде? 2 қызға. Дейт. Бандитский бірдеңе. Просто аяжына түргеніне қалды. Бандитский Петербург мақұл. Иә, сізге бара қояқ, ә. Столын әккен бауырға. Ал, жақын отырайық. Жақсы. Бәрі білетін өң өш кішкене, ә. Ал, дайынсыздар қыздар. Кеттік, жібер. Ананы білмеу ұят еді. Үштен кімдікі қатты шығады соған берем. 2. Үштен жоқпын ғой. 1, 3. Талғат шықты. Дұрыс емес. Бар ма? Дұрыс, көшпенділер. 2-ші айналымда сізге 5 ұпай бар. Бағанаға ұпайдың бәрі 0 болады. Алдыңғы айналымдағы ұпайдар 0 болады. 2-ші айналымда сізде 5 ұпай бар. Кетті, келесі. Мультфильм. Ну погоди, дұрыс. 5 ұпай. Кеттік ал, келесі. Дейді. Дұрыс, ағайындар. Сізде жаңа 5 ұпай болып беді? 10 ұпай бар сізде. Енді құрметті 3 қыз сіздерге ғана жоқ, сіздерге ғана ойналады. Кеттік ал, жібер. Бірінші шықты. Жасылан менің есімім. Құтты болсын. Анандай. Осы индийский білеміз бәріміз. Ал, кеттік 2 қыз. Дайын тұрыңыздар. Қап шығып кетті дауыс. Жасылан. Қуаныштымын. Ал, сізде бара қойыңыздар. Енді жалпы 3 орынға сыйлық бар. Қазір шығып кеткен адам білмеймін енді, қай жер ашитын түсінбеймін. Дайынсыздар ғой? Кеттік, жібер. Бейт. Қазақша шығып отыр. Дұрыс емес. Қайтан жер. Жасылан, сіздің атыңыз өзгере берді ме өзі? Дұрыс, менің атым Қожа. Ал, 3 қыз дайын тұрайды.
сіз уже өттіңіз автоматически келесі турға. Жібер кеттік. Өлеңнің атын айтсаңыздар да ұпай береді. Бит. Операция? Дұрыс, операция. Постой паровоз, да? Дұрыс, 5 пай. Ал, екі жақтағы екі қыз. Дайын тұрайық енді. Қызыл қыз бен сары қыз деп айтайын ба? Бип. Шурик. Шурик? Жоқ. Ау, ирония любви дұрыс қой да? Дұрыс емес па? Ойланып көріңіздер. Қазақша кино. Дұрыс, тақиялы періште. Просто ол жақтың кнопкасы жақсы деп жатыр. Ал, алдымызда полуфинал. Қапыда қалмас үшін бір кнопканы тексеріп алайық. Бип, дит, мах. Өзгеріп кетті бір әріпі. Кеттік, жібер. Дит. Мафия. Соған ұқсайды. Кеттік. Дұрыс, рекетир. Қазақтың фильмі ғой. Ал, екі қызыл қыз. Дайын тұрайық, иә? Екеуіңіз үшін осы. Кеттік, жібер. Нет, я не плачу. Не рыдаю. Шурик па? Приключение Шурика дұрыс қой, да? Дұрыс. Признаки беріңіз. Екеу. Алыңыз. Анау жігітке бересіз. Осы орамалды бойдағы екенсің ғой. Келіншегің басын жабасың. Ал, алдымызда финал. Бұл кісілерге ерекше болсын. Бұл кісілерге ән қойайық. Жақсы қойды. Ән қойайық. Кім айтады қандай ән? Дайынбыз ба? Кеттік, дайын болса. Жібер. Бейп. Төрелі. Бұл жағында. Айғада барам. Дұрыс, айғада барам айтын сөзін айтты. Жақсы. Келесі ән, 3 ән қойылады. Екеуіне жауап берсеңіз автоматически бірінші орын. Кеттік, жібер келесі ән. Шудың бойында. Дұрыс, шудың бойында. Бірде-бір соңғы ән. Просто да кнопканың дауысы бірінші шықты. Бағана өре беріп қойдым ғой. Ал, жібер, кеттік ал. Бейп, бірінші шықты енді. Ренжімейсен. Дұрыс, Қайрат пен Нюша. Бүгін бірінші орынға ие болған әрине Гүлзинадай қызымыз. Кәні, сыйлықтарына кеп бере қойсаңыз. Бақытта, шаттықта, есендікте, саулықта, өтсін өмір жылдарымыз толы болып. Мынау енді бірінші орналы бөлек қой. Мына жігітке бүгін керемет бір атақ берсем деп отырмын. Самый лучший кнопка деген. Құтты болсын атағың. Рахмет. Бағана тойдың басында айтып өттік қой. Нағыз қазақтың 3 жұрты бар деп. Сөйтсем бағана антракт кезінде ағамыз айтып жатыр. Бауырым, нағыз қазақтың 3 емес 4 жұрты бар екен деп. Сонымен кім деп сұрап жатырмын ғой. Сөйтсем ағам айтады. Ақ пен қара жолдарымның жолағы, жолағада уақыттың қонағы. Дос деген бір 3 ағарып кей кезде, туыс деген 4 әріптен жоғары дейді. Ендеше барлықтарымыз білеміз, достың да түр-түрі бар. Яғни бала кезден өскен достар бар, коллектив бар, жолдан қосылған достар бар. Ендеше бірінші әрине коллективтерге тізгінді бұрғанда дұрыс санап отырмыз. Ендеше жарыстырып көрейік, жарыстырып көрейік. Келіңіз ортаға. Келіңіздер екеуіңізде. Бірінші ағамның коллективтері бар ма осында? Жоқ па не? Қайда? Жоқ, мен шақырам, қазір тұра тұрыңыздар. Бар деп қол көтерсеңіз ішмейді. Ағамның коллективтері бар ма? Кішігірім жарыс ұйымдастырамыз.
ағамның коллективтері билеп келіңіздерші кәні ортаға. Керемет бол. Бәйге! Бәрекелді. Ал жеңгем коллективтері бар ма осында? Билеп келіңіздерші кәні жеңгем коллективтері. Теңгі болып отыр. Ал достар қауымы бар ма? Достар қауымы. Достар қауымы сіздер енді керемет қып айналып билеп келмесеңіздер ұят болады. Достар келіңіздер шыққан ортаға билеп. Достар қауымы. Рахмет, келіңіздер. Ал, класстастар, группаластар бар ма? Группаластар бар ма? Қайда группаластар? Біреу ақ па? Бұл нормальный екен ғой. Келіңіз аға. Көпшіліктің арасында білінбейді өз. Келіңіз аға. Ал енді мынау, рұқсат болса, жеңгеміздің коллективінен 2 кісі, ағамыздың коллективінен 2 кісі, класстастардан 2 кісі, группаластардан 2 кісі болса, е? Бәріміз сөйлесек таң атып кететін сияқты. Аға, келіңіз. Ең үлкен өзіңіз сияқтысыз ғой. Айтады ғой, сақалы барды сыйлаңдар, сақалы барда имам бар дейді. Мынау енді нағыз еркекті дейді, мақамынан танисың, арыстардың еркегін сақалынан танисың дейді. Ағамызға бір шапалақ болсын шығарып. Бәрекелді. Ал аға. Құрметті Бақытжан, Сымбат, көптен күткен кішкентайлардың бауы берік болсын, денсаулығы мықты болсын. Еліміздің үлкен бір азаматы болсын, азаматшасы болсын. Сіздерге тек қана қолғанат болсын. Тәте, сіздерге де құтты болсын. Сіздерді осындай көптен күткен қуанышпен құттықтаймын. Туыстарым, жолдастарым бәрі жиналыпты. Тек бәрімізде осындай қуаныш болсын. Кішкентай менің сіңірім болады ғой. Иә, сол Жанерке ауырмай, бақытты қыз болып өссін. Сіздерге бақыт сыйлаймын. Ассалаумағалейкум, досым. Бүгін Исаховтар әулетінде түрлі той болып жатыр. Аллаға құтты болсын. Акбар ағамыз бен Гүлмира апамыздың ұрпағында бірінші қыз бол. Құтты болсын, бауы берік болсын. Ибалы инабатты қыз болып өсе берсін. Алла Бақытжан, Сымбат, қыздардың бауы берік болсын. Биік шыңдардан көріне берсін. Қызына тоймаңдар. Қуанышын бірге көре берейік, көре бола берейік. Артынан ере берсін, тоқтатпасын, той қаласын. Аға, апа, Бақытжанның мамасы, осы жерде отырған Сымбат, Бақытжан, сендерді осындай үлкен қуаныштарымен, көптен күткен қуаныштарымен шын жүректен құттықтаймыз бүкіл класстастардың атынан. Жалпы негізі Бақытжан мен Сымбат қай кездер болмасын, барлық достардың арасында, класстастардың арасында өте сыйлы, әрқашан барлық қуанышымызды да басқа кездерде де бөлісіп жүретін, сондай өзімізге жақын, ыстық адамдар. Мен ойлаймын, сіздердің қолдарыңызда осындай тәрбиеленіп өсетін әрбір бала бұл елімізге үлкен беделді болатын азаматшалардың бірі болады деп ойлаймын. Осы кішкентай сәбидің 12 мүшесі сау болсын, ең бастысы денсаулық деймін, зор денсаулық. Қалған барлығы өмірде бола береді. Енді әрқашан біз сіздердің қасыңдамыз, қай кезде де қуаныштымыз өте сондай осындай той болып жатқанына. Сіздердің барлықтарыңыздың отбасыларыңызда міне жаңа жылда
наурыз мейрамында жақсы жаңалықтармен келіп жатыр. Барлықтарыңыздың отбасыларыңызда осындай үлкен қуаныш болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті тойшы қауым. Ұлыстан ақмол болсын. Құрметті Болат көке, қарадете, немелеріңіз жас ұзақ болсын, дені сау болсын деген келеді. Және де мына бақы сымбат, көкелеріңіздің жас ұзақ, дені сау болсын, өмірде тек қана жақсылық тілейміз. Алланың назарында, бақыттың базарында жүре берсін дейміз. Дені сау болсын. Осынан артынан ерген іні, қарындастары, сіңілілері көп болсын. Сіздер жолдарыңызды берсін. Той боласын деп келіп, толсын. Ал не дейміз, дүние есігін ашып жатқан Жанеркенің дүниеге келген құтты болсын. Бәріміз көп күттік. Апасына, жақта отырған нағашы әже аталарына да құтты болсын деймін. Жаңа қызымыз әрқашан көз алдымызда дені сау болып, қылықты болып, ибалы болып, инабатты, иманды қыз болсын. Бақытжанды енді мен өзім студенттік кезімнен танимын, жатақханада бірге тұрдық. Сымбатты да досымыз, әрі ұжымдас ретінде әрқашанда сыйлы отбасы, көңілді жүретін позитивті отбасы. Әрқашан осы жанеркелеріміздің артынан ұлдары, бауырлары ере берсін дегім келеді. Тойға оласын, барлықтарыңыздың үйлеріңізде той болсын. Бәрекелді. Группаласа қалып қойды, келіңіз аға. Құрметті Бақытжан, құттықтаймыз сіздерді. Осындай жас той болып отыр. Қыздарыңыз үлкен қыз болып өсіп, биікшілер көрініп, дені сау болсын. Енді осыдан тоқтамаңдар. Не бар деп бізде бірінші қыз ғой. Енді әлі сол жас болсын ба? Бәрекелді, тілекшінің тілегі бір дейді ғой, қалғандарымыз қосыламыз ғой да. Жақсы, ендеше мына ортаға жеке-жеке группаластар бір бөлек, класстастар бір бөлек, коллективтер бір бөлек. Жақсылап ағаларыңызбен, жеңіңізбен суретке түссек ортаға, келіңіздер ортаға, жақсылап суретке түсіп. Бәрекелді. Мына бір қазақта баяғыдан келатқан бір қисық сөз бар. Жиен ел болмайды дейді, жерге ас болмайды дейді. Соның осындай тойда бір көненің көзін көрген ағаларымыз түзеткен екен. Жиен ел болады дейді, жайлы болса, жерге ас болады дейді, майлы болса дейді. Ендеше жайлы да майлы осындағы жиеніміз Ғалымбек ағамыз бен Роза жеңгемізді ортаға шақырсақ, келіңіздер шкәлі жиендер. Ғалымбек және Роза жиендер. Рахмет. Әрине, жиен деп бөлек шақырсын деп отыр, тағы айтсын дейді. Бүгін келіп қалған наурыз мерекесімен барлықтарыңызды құттықтаймын. Бүгінгі тойдың себепшісі Жанеркенің шілдехана бесік тойы. Құтты болсын. Жанеркенің дені сау болсын, өмірлі болсын. Қазақстанымыздың мен деген азаматшасы болып өсе берсін, сендерді қуанта берсін. Барлық жаңалықтарыңды айтып жатыр ғой. Сол жаңалықтардың бәрі құтты болсын, ұзағынан болсын. Алған пәтерлерінің ішінде асық ойнайтын ұлдарың, кесте тігетін қыздарың көп болсын. Сол тойларының куәсі болып жүре берейік. Құдағайларға да, Жанеркенің нағашыларына да, барлығына құтты болсын айтам. Құтты болсын. Жанеркенің бауы берік болсын. Семьямыздың ассамблеясының бар, соны табыстаймын.
барлығы айтып жатыр, кейінгі ұл болсын, ұл табыңдар, важно, ұл болсын, қыз, екінші, үшінші, төртінші қыз болса да бәрібір. Вы никому ничего не должны доказывать, Құдай берген береді, ұл болсын, қыз болсын бәрібір. Осы жанерке бар, сол сендердің бақыттарың цель, адам болсын, сендерді қуанта берсін. Сосын квартираларың бар, нелерің бар, барлығы бар. Осындай той көбейе берсін, жанерке сендерді қуанта берсін. Енді квартиралар, ақшаларың көбейе берсін. Главное, самое главное, денсаулық болсын. Брат, сен менің названный братишкамсың, я вас обоих люблю. Молодец. Соединяемся. Бәрекелді. Келіңіз шыған ортаға кеңіш. Есіміңіз кім сіздің? Бернара. Бернара бір билеп шығатын еді. Бернара шыққанда шапалақты мына халқым ұратын еді. Қазақша орысшалап тілек айтқан сізге де большой рахмет. Мынау сізге тойдан тобықтай, мынау сізге қазақтың орамалы. Қазақлық тіліңізден кетсе де басыңыздан кетпесін деген оймен. Келіңіздер суретке түсіп алыңыздар. Той деген қазақтың қазынасы дейді. Кезінде бір ағамыз болған екен. Осындай өзі тілек айтып болғаннан кейін кез келген тойдан кетіп қала береді екен. Сонымен бір күні өзі той жасаса керек. Ең соңында бітіретін тілекті айтуға шығатын кезде ешкім қалмаған екен. Мынау сол сияқты сол ағамыздың күнін кешпей, мына бата деген жалпы екі нәрсені білдіреді. Бата деген бірінші бастауға рұқсат деген, сосын барып тұруға рұқсат деген мағынаны білдіреді екен. Ендеше мынау орнымыздан әмин демей тұрып кетпейік. Мынау 40-ына шыдаған ағайындар 41-іне шыдайық. Бәріміз бір ауыздан ақсақалдардан әмин дегеннен кейін барып бір-ақ тұрайық. Мынау енді кезінде айтқан екен, байлық деген немене, бала деген немене, бақыт деген немене деп. Сол кез айтқан екен, бала артта қалған із, байлық қолда еритін мұз, бақыт деген әрине сізбен бізде. Ендеше сізбен біздігімізді осында шарастырып, сізбен біздің басымызды қосып отқан бүгінгі тойдың егесін әрине 90 ауыз сөздің тобықтай түйінін айту үшін ортаға сіздердің қошеметтеріңізбен шақырсам деп отырмын. Қошеметтеріңізді аяғыңызда шықанеке. Келіңіз. Маңдайымнан сыйпап өткен салды, қазағымнан алатан-ау деп білем. Мәссаған, амал жоқ ұрып отыр бар ғой теу. Бағана тойдың басында шапалақтарыңыз, мынау музыканы басып тастаушы еді. Музыка шапалақтарыңызды басып тастап отыр ғой. Бір жақсылап қатты ұрып қойыңыздар шықаны. Ай бәрекелді. Шапалақ ұрғандардың үйінде жип болсын. Ұрмағандардың үйінде сол жип көздеріне күйіп болсын. Бәрекелді. Ал аға ойлап отқан шығарсыз. Барлық қонақтарымды керемет бір музыкамен билетіп шығардың. Маған неге атамекен әнін қойдың деп. Бұл кезінде президентіміздің өзі осындай ортаға шыққан ән болатын. Мынау жиналған халық сіздің кішігірім бір мемлекетіңіз. Сіз осы мемлекеттің президентсіз. Дайым солай болғай. Ендеше осы халқыңызға өзіңіздің жолдауыңызды немесе өзіңіздің ықылас рахметтеріңізді білдірсеңіз болады. Құрметті, қадірменді қонақтар, құдалар, құдағилар, ақшаның ағашлары, құдашаларым, келін қайынсіңлерім, бақшаның достары, группаластары, сыныптастары, достары, сымбаттың сыныптастары, группаластары, сіздерге барлықтарыңызға алтын уақыттарыңызды бөліп, осындай біздің қуанышымызды бөліскендеріңізге үлкен рахметімді айтамын. Сіздердің отбасыларыңызда аманшылық болсын, ауызбіршілік болсын, әрқашанда ынтымақта болыңыздар, дастархандарыңыз әрқашан қуанышқа жайылсын. Бүгін біз Жанеркенің бесік тойын өткіздік. Өте жақсы деңгейде өтті деп ойлаймын. Жанеркенің дені сау болсын,
өмір жасы ұзақ болсын, ата-анасының көз қуанышы болсын, алдымызда жарқырап өсе берсін деймін. Жаңа көптеген жақсы тілектер айттыңыздар. Тілектеріңізге, игі тілектеріңізге үлкен рахмет. Тілектеріңіз қабыл болсын, періштенің құлағына шалынсын. Бақытжан мен Сымбат өмірде бақытты болыңдар. Аңсаған армандарыңа жете беріңдер. Алға қойған мақсаттарың әрқашан орындала берсін. Әрқашан ауыз бірлікте болыңдар. Достарыңды, осындай қуанышқа ортақтасқан достарыңды, ата-аналарыңды, құда-құдағайларды әрқашан сыйлай біліңдер деймін. Наурыз барлықтарыңызға құтты болсын. Еліміз аман болсын, заманымыз тыныш болсын, аспанымыз ашық болсын. Барлықтарың жегендеріңіз той болсын, жүрген жерлеріңіз той болсын. Тойда кездесіңіздер. Көп сіздерге рахмет. Рахмет, семьямыздың атынан, жанұямыздың атынан сіздерге көп рахмет, алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге. Сіздердің де үйлеріңізде осындай той, думан, үлкен жиындар, қуаныш мерекелер бола берсін. Дендеріңіз сау болсын, аспандарыңыз ашық болсын, мұраттарыңыз асыл болсын. Алла сіздерді қуантсын, сіздерді осындай тойларда тойлап жүре беріңіздер. Рахмет сіздерге. Ал құрметті тойға жиналған қауым, алтын уақыттарыңызды бөліп, біздің тойымызға көптен күткен Алланың сыйы Жанеркемнің тойына келгендеріңізге алғысым шексіз. Басым дейім, рахмет. Мінекей Алла сүйген қолына сынақ береді дейді. Көптен күттік, өстіп. Аллама мыңға тірек шүкіршілік етем осы күнге жеткенімізге. Ең бірінші алғыс айтатын ата-анамызға әрдайым қолдау болып, аналарымыз қолғабыс болып, тағы ерекше алғыс айтатын өзімнің келінім Жадыра себепші болған осы Жанеркенің келуіне деп айтуға да болады. Әрдайым қасынан табылған Жанеркенің екінші мамасы дейміз, крестная мама Гүлжаханға рахмет айтқым келеді. Осы жердегі отырған бүкіл туысқандарыма рахмет айтқым келеді. Қайын жұртыма, достарыма ерекше айтқым келетін рахметім қасымдағы жан-жарым, жолдасым әрдайым қолдау көрсетіп, сеніп, шаңырақтарыңызда осындай той болсын, тек жақсылық болсын. Рахмет үлкен. Бәрекелді. Жалпы былай ғой. Бірінші тостта көңілім шалқып тұрады. Екі-үш тосттан кейін білмеймін, ойым балқып тұрады. Өзім тос айтқаннан кейін үйге қарай аяғым тартып тұрады. Кетіп қалайын десем, қонақтарды қимаймын. Оның үстіне той жасап отқан бәкең мен сәкеңді сыйлаймын деп осында қалып отқан қонақтар, сіздерге рахмет. Мынау айтады ғой, ойын сауық күн айдікі дейді, ресторан бір байдікі дейді. Уақытты қанша созсаң да ырқыңа көнбейтін уақыт әрине Құдайдікі дейді. Ендеше мынау әуелі рұқсат Алладан, одан кейін сіздерден. Мынау енді асыққан кісілерге жол болсын деген оймен үлкен қариямыздан бата алсақ. Құрметті қауым, бата менен ер көгерер, жаңбыр менен жер көгерер дейді ғой. Мынау енді жүрек жарды пікірлерін айтып жатыр мына той иелері. Мен де қосыламын. Барлық осы отырған коллективтерге, әріптестерге, біздің балаларымыз Бақытжан мен Сымбаттың сыныптастарына, әріптестеріне, бірге оқыған жолдастарына, достарына, ата-анасына, қайын жұрттарына, құда-құдағайларға, бәріне осындай көңілді кешті жақсы белсенді атқарған үшін біріншіден көп-көп рахмет. Екіншіден енді батада тілекте бәрі бір ғой. Осы енді мен жаттап алған батамды айтпай-ақ, бұлайша жүрек жарды өзімнің бір тілегімді айтайын. Жаратқан Алла әр уақытта сіздерге жар болсын. Жұмыстарыңыз,
тілектеріңіз бәрі қабыл болсын. Болашақтарыңыз жарқын болсын. Өмірлі шүбірлі болыңыздар. Әрдайым армандарыңызға жетіңіздер. Келіп атқан өмірге балдарыңыз сіздерге қызмет етсін, адал болсын, сенімдеріңізді ақтасын. Әрдайым солардың қуанышында болыңыздар. Барлық ата-аналарға тілегім осы. Семьяларыңызда тату-тәттілік болсын, бейбітшілік болсын, ырыс-береке болсын. Әрдайым мүмкіндіктер болсын, сәттіліктер болсын. Алла әрдайым жар болсын. Бір-біріңізге сеніңіздер, өмірге сеніңіздер. Алдағы жарқын болашаққа сеніңіздер. Бір Алла әрдайым жар болсын. Барлығыңыздың үйлеріңізде тойлар болсын. Осы тойлар жұғысты болсын. Барлығыңызға осындай көңілді кеште, үлкен берекелі мерекелі дастарханда әрдайым жиі жүздесуге Алла нәсіп етсін. Наурыз құт береке келсін. Қуаныштар қуаныш қыласын, тойлар қаласын. Ұрпақтарымыз көбейе берсін. Аумин. Әумин. Көке, қолыңыз жайыңызшы. Мына енді осы шаңыраққа мен бүгін тағы бір бата берейін. Жастың батасы қабыл дейді ғой. Ал бүгінгі бесік тойы құтты болсын. Көп ұзамай төрде тұрған жеңгеміз тағы да жүкті болсын. Осындай той 10 рет болсын, сүндет той 7 рет болсын, қалғана 2 жасқа 8 рет болсын. Жеңгеміз жыл сайын жүкті болып, 2 рет болсын, жеңгемізді босандырамыз деп Астананың бүкіл радиома очередь болсын. Әумин. Астанада той соңы таяп қалды. Әнде айттық, билерге аяқталды. Тойымыз бимен жалғасын таба жатар, асабаның жұмысы аяқталды. Асыққандар үйге, асықпағандар ортаға биге келіңіздер. Рахмет сіздерге. Асабасында сізге де көп рахмет. Сондай той сағанда жұмыс